Үшінші жұмбақтың жауабы қасқыр. Мындай балалар, біз бірінші жаттығуға қарайық. Сізге нақыл сөз берілген екен, иә? Нақыл сөздің мағынасын түсіндіріп көр дейді. Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жоқ іздейді. Балалар, біздер ауырмауымыз үшін не істеуіміз керек? Ауырмауымыз үшін түрлі жеміс-жидектермен үстімізге жылы киініп, ата-анамыздың айтқанын тыңдау керек. Саламатсыз ба, апай? Бұның жауабы жолбарыс. Әдебиет сабағы еміс дегенше сабақ. Көңіл сұрауды білемін. Ақниет саған тапсырма. Нақыл сөздің мағынасын түсіндіріп айт. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Мағынасын айтып бер. Адам ауырмау үшін шақырып тұр, және де адам пайдалы тамақ жеп тұру керек. Түлкі мен жолбарыс екен, оқып шықтым, апай. Я, апай, мәтінді оқыдық. Мәтінде жолбарыс пен түлкі туралы айтылған. Арыс ауырып қалған. Мәтінде арыстан ауырып қалды. Мәтінде арыстан ауырып қалған. Жолбарыс ауырып қалған. Жолбарыстың қанын сұрауға түлкі ғана келмейді. Түлкі жағдайын сұрауға келді. Түлкі қана сұрауға келмеді, қалған аңдар сұрауға келді. Жолбарыстың көңілін сұрау үшін ормандағы барлық жануарлар келді. Ең соңында түлкі емін тапты. Арыстанның қалын білуге түлкі ғана келмеді. Түлкі сәлден кейін келіп, арыстанға өтірік айтады. Мен сізге ем жинап келдім деп өтірік айтады. Түлкі өсек айтты. Қасқыр түлкіні келмеді деп жүгіріп келеді. Түлкі өсек айтып, арыстанды алдандырды. Түлкі ғана өсек айтты. Қасқыр өсек айтты. Қасқыр өсек айтты. Арыстан ел-жұрттың бәрін шақырды. Тек түлкі ғана келмеді. Оған арыстан ашуланғаны соншалық көмекшілеріне айтып, түлкіні шақырып алды. Өсек айтуға болмайды. Өсекті айтпау керек, ол жаман әдет. Өсек деген жаман әдет. Түлкіге сенуге болмайды. Апай. Қасқырдың істегені дұрыс емес. Қасқырдың істегені дұрыс емес. Қасқыр өте қатты түлкіге ашуланды. Жолбарыстың ашуланғаны дұрыс емес. Жолбарыс білмей қалыпты. Түлкі дәріні алып келуге кеткен екен. Түлкі дәрі алып келуге кетті. Дұрыс айтасың, Айдана. Ауырып жатқан
адам ашулануға болмайды, одан да бетер ауырып қалады. Түлкі дәрі алмай кетті. Ауырып жатқан адам одан бетер ашулануға болмайды. Әйтпесе, одан бетер ауруы көтеріліп кетеді. Жолбарыс түлкіден сен не үшін келмедің деп сұрады. Сосын түлкі, мен сіздің ауырғаныңызды біліп, сізге дәрі іздеп кеттім деп жолбарыстың ашуын басты. Алдап ашуын басты. Көңіл сұрау дегеніміз ауырып жатқан адамның көңілін сұрау. Жағдайын білу деген ауырып жатқан адамның көңілін сұрап білу және келу. Ауырып жатса, мен көкөніс апарамын, жазылып кет деп айтамын. Түлкі келмей кеткеннен кейін арыстан қатты ашуланды. Содан кейін түлкі келіп, арыстан айтады, сен неғып келмей қоясың дейді. Мен сіздің ауырып жатқаныңызды біліп, ем дәрі жинап келуге кеткенмін деп өтірік соғып айтады. Мен досымның жағдайын сұрап, оған пайдалы дәрі-дәрмектер және ыстық сорпа апарамын. Сосын жылы киініп жүр деп жылы сөздер айтамын. Ауырып жатқан досыма барып, тез жазылып кет дейді. Сосын жеміс-жидектер апарам. Мен ауырып жатқан досыма жағдайын біліп дәрі-дәрмек апарам. Менің досым ауырып қалса, мен оның қасына жақындап жылы сөздер айтып, оған жылы сөздер айтып беретін едім. Досың болған жақсы. Досың болған жақсы. Досыңа көмектессең, ол да саған көмектеседі. Досыңа көмектессең, ол саған да көмектеседі.